Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі рецепт нан салма. Бұл тағамды көбінесе оңтүстік жақ, әсіресе Түркістан облысы көп дайындайды. Тойымды, дәмді, кешкі ыстық тамақ. Алдымен оттағы қазанымызға аз мөлшерде сұйық май құямыз. Май қызғаннан кейін етімізді салып, үстінен тұзымызды және сарымсақ, чеснок дейміз ғой, чесногымызды салып қуырамыз. Қазанымыздың бетін жабуды ұмытпаймыз. Етіміздің суы тартылғаннан кейін пиязымызды салып кішкене қуырамыз. Тәтті бұрыш пен томатымызды салып, кейін сәбізімізді салып, араластырып 1 минуттай барлығын қуырамыз. Қайнап тұрған суымызды құямыз. Судың көлемі еттің бетінен 2 см жоғары болса жетеді. Бетін жауып, оттың астын басып, ет піскенше қайнатамыз. Келесі қамырымызға нан бастырамыз. Жылы суға тұзымызды салып, араластырып аламыз. Тұз еру үшін. Содан кейін жұмыртқамызды салып, тұз суымызды құйып, ұнымызды салып, қамыр бастырамыз. Қамырымыздың жұмсақтығы орташа болуы қажет. Бетін жауып, 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Етіміз піскенге қарсы картошкамызды турап саламыз, тағы да қайнатамыз. Енді жұмыртқамызды пісіреміз. Ыдысымызға жұмыртқаны салып, жұмыртқадан асырып су құямыз. Тұз салып 15 минуттай қайнатамыз. 15 минутта піседі. Енді қамырымызды жаямыз. Видеода толық көрсетілген. Қамырды жаймастан алдын қамыр салып пісіретін суды отқа қойып алсаңыз болады. Қамырды жұқа етіп жайып болғаннан кейін арасына кішкене ұн сеуіп, оқтауға орап, қамырды осылай ортасынан кесетін боламыз. Видеода көрсетілгенде қамырды 1 рет осылай бүктейміз, шетінен бастап жалпақтау етіп тураймыз. Қамырдың арасына міндетті түрде ұн себіңіз, өйткені осылай тураған уақытта қамыр бір-біріне жабыспайтын болады. Қайнап тұрған суға тұз салып, артынша қамырды тез-тез салып, ожаумен араластырыңыз. Тез араластырмасаңыз, қамыр бір-біріне жабысып қалады. Қамыр 5-7 минутта піседі. Үстінен 300 граммдай салқын суымызды құйып, қамырды сүзіп аламыз. Қамырға подливтің майын құйып, араластырып жібереміз. Қамырдың ортасына подлив пен жұмыртқаны салып, дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді, тойымды тамақ. Сіз де дайындап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын.